Мінекей мынау қоғамдық көлік. Сыртынан бастап көріп алайық. Сөйтеді де ішіне мынау адамдар кіреді. Міне кірген кездерде де ұстайтын ұстағышы бар, көріп тұрғандарыңыздай. Түсіп бара жатқанда да осы ұстағыштан ұстап түседі. Онан кейін кірді міне қоғамдық көліктің ішіне. Қоғамдық көліктің ішіне кіргеннен кейін ұстап тұратын мынандай әр жерінде, әр адам тұратын жерде мынандай қадалар бар. Жүда болмаса мынандай сиденияның арқасынан ұстап алса да болады. Жүда болмаса мынандай мынадан ұстап алса да болады. Міне былайша айтқанда мынаның үстінде адамның құлап қалуына ешқандай жағдай жоқ. Құлап кетуіне барлық жерде құлап кетіп бара жатқанда бүйтіп ұстап шарттен ұстап алуға болады. Сөйте тұра осы қоғамдық көліктің ішіне аунап қалып, ешек құсап, күлге аунаған ешектей болып, осы қоғамдық көліктің ішіне аунап жатып, ақша табатын сұмырай қатындар бар екен. Осы сұмырай қатындар жалғыз емес. Осы сұмырай қатындардың жаңағыдай жеңіл көлік жүргізетін адамдары да бар. Жеңіл көлік жүргізетін адам мынау алдына шығады да мынандай жерге келіп, шопырдың алдына тормоз береді. Шопыр енді ананы соғып кетпеу үшін азғантай қылып тормоз беріп қалса, ана ешек құсап аунайтын қатын мына автобустың ішіне, қоғамдық көліктің ішіне аунап қалады екен. Аунап қалғаннан кейін шопыр бейшара сасқалақтайды. Сасқалақта бүйтіп жүрген кездерде сөйірді каким-то образом қаяқтан кеп қалған білмейді. Милиция появился болады. Пайда болып қалады, милиция пайда болып қалады. Скорый да пайда болып қалады. Скорыйға салып апарады. Ана қатыннан ешқандай жарақат шықпайды дейді, шопырлардан сұрап жатырмын ғой. Барлық жерге апарады, ешқандай жарақат шықпайды дейді. Соның өзінде 500 мың, 300 мың бермесең, праваң леченияға кетеді деп, милициялар шопырларды қорқытатын ұқсайды. Ана әйелменен рашат қылығың. Ол әйел сен автобустың ішінде аунап қалды, ешек құсап. Енді рашат қылығың десе, ол әйелмен рашат қандай болады? 500 мың, 300 мың ақшаманан қаражатпанан рашат қып қояды екен. Сондықтан осындай қоғамдық көліктің ішіне кіріп алып, ешек құсап, аунап, күлге аунаған ешек құсап, ақша тауып атқан мынау әйелдерге қашан тосқауыл болады? Қашан сонымен кәмбі жұмыс істейді? Не қарап осыңдар? Істемейсіңдер ма? Мынау шопырлардың ақшасын сондай жолдармен алуды табыс көзін айландырмаған отбасыны неге ұстамайсыңдар? Неге қарамайсыңдар соған? Менің айтарым сол.